Сәлеметсіздер ме, құрметті, қымбатты Тару әлемнің көрермендері және қонақтары. Мен арнаға оралдым, ұзақ уақыт бойы видео түсірмедім. Тосқан жандар болса, менің көрермендерімнен кешірім сұраймын. Белгілі бір себептерден видео түсіруге болжам жасауға мүмкіндігім болмады. 1 қарашадан 15 қарашаға сары шаяндарды не күтеді? 1 қарашадан 15 қарашаға дейін сары шаяндарды қандай жағдай күтеді? Қарайық бірге. Сәйкес келген сүре жағдайды білдіреді. Егер мен тауып алмайсыз, сіз тауып алсаңыз, онда жазып кетіңіз. Міндетті түрде жауабын айтамын. Қараңдар, сары шаяндар. Сіздерге 2 белгі сәйкес келді. Ол бізде балапан және ту сәйкес келді. Келесі қарайық. Так, жақсыны қарайық. Сәйкес келген, сәйкестік бар ма? Тағы тексерем мен. Барлығы сыйсын деген ойдамын. Сонымен сәйкестікті іздейге. Сәйкес келген суретті іздейік бірге. Қарайық сәйкестікті. Так, сәйкес келген бірінші қараңыз, сізде мұнда кеме сәйкес келді. Одан кейін кеме сәйкес келді. Тағы сәйкестікті іздейік. Так, сәйкестікті іздейік. Так, тағы сәйкес келген бізде кітап сәйкес келді. Сізде сары шаяндар осы барлығы көрініп тұрған деген ойдамын енді. Сізде сары шаяндар айдың басында көп бір жағдай болады. Келесі сәйкес келген бізде. Так, қарайық бірге. Сәйкес келген белгі іздейік. Так, аққу бір жартысы осында, 2 жартысы осында сәйкес келмеді, күн сәйкес келмеді. Тағы сандық бір жартысы осында, сандықтың 2 жартысы. Сандықтың 2 жартысы қайда? Мұнда сәйкес келмеді, кілт бір жартысы осында, кілттің 2 жартысы. Осында тағы сәйкес келмеді. Басқа сәйкестікті қарайық. Басқа сәйкестік. Бірінші сәйкес келген, сіздерге ту сәйкес келді. Ту сізде жаңа бір өзгерістер болады өміріңізде.
мысалы өзгерістер оқуда болады, немесе жұмыста өзгерістер болуы мүмкін. Ол бізде бірінші, екінші қарашада. Келесі сәйкес келген сіздерге балапан сәйкес келді. Ол бізде тыныш өмірді білдіреді. Одан кейін сізде кітап сәйкес келді. Ол бізде білімнің негізі. Сіз бір білім аласыз ба, немесе сізге бір кітап сыйлаймасыз, кітап сыйлайсыз, немесе жұмыста бір қосымша үйірмеге барасыз ба, бір өмірлік бір тәжірибе аласыз қарашаның басында. Келесі сәйкес келген сарышаяндар сіздерге. Келесі сәйкес келген ол бізде келесі сәйкес келген белгі. Мұнда бізде жүрек сәйкес келді. Жақсы белгі. Біреу сізге сезімін білдіреді, және бір жүрегіңізге жақын бір хабар аласыз ба. Сондай болуы мүмкін, сондай жағдай. Ол бізде қарашаның аяғында 10-нан кейін болатын жағдай. Келесі сәйкес келген сізге кеме сәйкес келді. Бір сапарға шығасыз ба, сапарға барасыз ба, бір үлкен бір қуаныш, бақыт болады. Мысалы сіздің екінші жартыңыз сізге ұсыныс жасаймыз, соған қуанасыз ба, бір үлкен қуаныштың, бақыттың белгісі. Және аяғында сізге шырша түсті. Шырша ол бізде бір істі аяқтау үшін тек қана өзіңіздің күшіңізге сену керек, және өзіңізді біраз жалғыз сезінесіз. Осындай сізге жағдай түсті, осындай событие сізді күтеді осы 15 күнде. Арнаға жазыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар. Сонымен сарышаяндарды қандай жағдай күтеді? Қарайық бірге. Сарышаяндарды қандай жағдай күтеді? Бірінші қарашадан 15 қарашаға дейін сарышаяндарды қандай жағдай күтеді? Қарайық бірге. 5 карта шығарамын, сәйкес келген сурет бізде жағдайды білдіретін болады. Бірінші сізге сәйкес келген ол көзілдірік сәйкес келді. Келесі қарайық. Аққу сәйкес келді, ол жақсы белгіге жатады бізде аққу. Келесі балық сәйкес келді шаяндарға. Таразы сәйкес келді. Өз сәйкес келді. Таспақа сәйкес келді. Сағат. Так, сонымен болжамымыз дайын. Енді қарайық. Барлығы көрініп тұрған ойдамын енді. Енді қарайық, сәйкес тіктерді іздейік. Бізде бірінші сәйкес келген ол көзілдірік сәйкес келді.
Так, жақсыны таба, жаманнан құтыла. Жақсы белгіден тағы бір жартысы осында, екі жартысы осында сәйкес келмеді. Күн бір жартысы осында, күннің екінші жартысы. Күннің осында сәйкес келмеді. Басқа, так, колесо бір жартысы осында, екінші жартысы колесоның осында сәйкес келмеді. Тағы сандық бір жартысы осында, екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Басқа кеме бір жартысы осында, кеменің екінші жартысы. Кеменің екінші жартысын осында сәйкес келмеді. Гүл бір жартысы осында, екі жартысы осында сәйкес келмеді. Басқа сәйкестік көріп тұрған жоқпын. Егер тауып алсаңыз, міндетті түрде жазыңыз, жауабын айтамын. Сонымен сізге сәйкес келген белгілер, шаяндар, ол бізде сәйкес келген белгі. Бірінші сіздерге көзілдірік сәйкес келді. Көзілдірік ол бізде бір алайық адам сіздің жаныңызда бар. Сондықтан айналаңызға назар аударыңыз. Екі жүзді адам болу мүмкін. Қарашаның басында бірі екісінде сондай адамды байқайсыз. Келесі сәйкес келген белгі, ол бізде келесі сізге сәйкес келген белгі, шаяндар, аққу сәйкес келді. Аққу ол бізде пәктіктің белгісі, адалдықтың белгісі, жақсы хабар аласыз, осындай жақсы ақпарат түседі сізге. 5-6 қарашаның. Одан кейін сізге балық түсті. Балық сіздің арманыңыз орындалады. Ақша білдіреді. Мысалы, сізге қосымша қаражат келеді деген, немесе сізді біреу қарызын қайтарама, немесе сізге жалақыңызды көбейтемі деген бір арманыңыз орындалады. Немесе сіз аяғыңыз ауыр екеніңіз туралы білесіз, сондай хабар аласыз. Келесі сәйкес келген шаяндарға, ол бізден таразы сәйкес келді. Таразы, сізде күмән болады, бір нәрсеге күмәнданасыз, таңдау болады, қандай таңдау жасарын білмейсіз. Оннан кейін қарашаның. Келесі сізге сәйкес келген, ол бізде тасбақа сәйкес келді. Сізге кеңес алу керек, өзіңізден жасы үлкен немесе тәжірибесі мол адамнан кеңес алу керек. Мысалы осы мәселеге байланысты мүмкін. Келесі сізге сәйкес келген, ол бізде сағат сәйкес келді. Сағат, сіз сағатқа назар аударыңыз, бір жерден қалып қоймаңыз. Сағат ол бізде өмірлік бір өзгеріс болады сізде, күтеді сізді. Шаяндар, қарашаның 14-15-інде, қарашаның ортасында сізге бір өзгерістер болады өміріңізде. Басқа сәйкестік көріп тұрған жоқпын. Егер тауып алсаңыз, жазыңыз, міндетті түрде жауабын айтамын. Арнаға жазылыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар. Сонымен қарайық, балықтарды не күтеді осы 15 күнде. Бірінші қарашадан 15 қарашаға балықтарды не күтеді, қандай жағдай күтеді? Қарайық бірге.
Біз карта шығарамыз, сәйкес келген сурет бізде жағдайды білдіретін болады. Бірінші сіздерге мысық сәйкес келді. Өз сәйкес келді. Келесі. Шам сәйкес келді. Егер мен тауып алмай, сіздер тауып алсаңыз, міндетті түрде жазыңыз. Ол міндетті түрде сізде болатын жағдай, егер сіз тауып алсаңыз. Келесі қарайық. Мұнда сағат сәйкес келді, қараңыздар. Сағат сәйкес келді. Басқа. Так, ай сәйкес келді. Мишень сәйкес келді. Сізде өте көп жағдай болады. Балықтар осы 15 күнде сізді тосады. Колесо сәйкес келді. Сонымен тағы ту сәйкес келді. Тағы қазы қараймыз. Жақсыны табамыз, жаманнан құтыламыз. Жақсы белгіден сізге ту сәйкес келді. Осы жерде. Солай. Так, жақсы. Бізде күн бір жартысы осында, екінші жартысы сәйкес келмеді. Келесі. Тағы бұлай сәйкестендіруге болады. Бізде жақсым келесім. Бізде не сәйкес келді? Тағы сәйкестікті іздейік. Гүл бір жартысы осында, гүлдің екінші жартысы. Гүлдің екінші жартысы қайда? Бір жартысы осында, гүлдің екінші жартысы. Так, көріп тұрған жоқпын. Так, мұнда сіздерге кілт сәйкес келмеді. Аққу бір жартысы осында, аққудың екі жартысы осында сәйкес келмеді. Келесі ойыншық бір жартысы осында, екі жартысы осында сәйкес келмеді. Тағы бізде не бар? Сандық бір жартысы осында, сандықтың екінші жартысы. Сандықтың екінші жартысы. Сандықтың екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Так, гүл бір жартысы осында, екінші жартысы осында сәйкес келмеді. Басқа сәйкестік көріп тұрған жоқпын. Егер тауып алсаңыз, міндетті түрде жазыңыз, жауабын айтамын. Сонымен сіздерге сәйкес келген белгі балықтар. Бірінші сізге мысық сәйкес келді. Мысық ол сіз біреумен сөйлесесіз, біреуге сөз айтасыз, өзіңізді біреуді ұнатасыз, сондай бір флирт болады сізде қарашаның басында. Келесі сізге сәйкес келген белгі ол
бізде сағат сәйкес келді. Сағат ол өмірлік бір өзгерісті білдіреді, және сағатқа назар аударыңыз. Бір жерге уақытылы келіңіз, ұйықтап қалмаңыз дегенде. Келесі сізге сәйкес келген белгі ол бізде ай сәйкес келді. Ай ол бір циклды білдіреді. Ай сайын болып тұратын жағдай сізде болуы мүмкін, немесе сізге бір маңызды хабар келеді, жаңа жоспар құрасыз. Келесі сәйкес келген сізге мишень сәйкес келді. Ол жақсы белгіге жатады. Сіз өзіңіздің мақсатыңызға жетесіз. Келесі сізге сәйкес келген балықтар, ол колесо сәйкес келді. Бір жолға шығасыз, мысал ай сайын бір жерге барып тұрсаңыз, сондай бір жол болуы мүмкін, немесе сапарды білдіреді. Жолға шығасыз, саяхатқа барасыз. Өміріңізде бір цикл аяқталып, екінші циклдың басталуы да болуы мүмкін. Көбінесе жолды білдіреді. Келесі сәйкес келген жағдай ол ту сәйкес келді. Ол бізде өзгерісті білдіреді. Өзгеріс болады. Сізде оқуда өзгеріс па, жұмыста өзгеріс па, осындай бір өзгерісті білдіреді. Ол жақсы жағдай. Осындай сізді жағдай күтеді. Көбінесе барлық жағдай бір саяхат пен сапармен байланысты болады. Бір өзгерістер болады, жұмыстағы өзгерістер, және сонымен байланысты бір мақсатқа жетесіз, қойған мақсатыңызға жетесіз. Сізде бір екі өзгеріс түсіп тұр, жолмен байланысты өзгерістер. 10 қарашадан кейін болатын жағдай. Осындай тағы сізге шам түсті. Ең басында айтып кетпедім. Шам ол да жақсы белгіге жатады. Бізде қарашаның 1-2-сінде сізде тыныштық болады, тыныштықты білдіреді, гармония болады өміріңізде. Осындай сізді 15 күн күтеді балықтар. Арнаға жазыңыз, пікіріңізді қалдырыңыз, лайк басып отырыңыздар, құрметті көрермендер. Келесі видеоға аман сау болыңыздар.